Қайырлы күн. Python тіліндегі екінші сабақ тіл әліпбиі синтаксис. Жалпы Python тілінде латын әліпбиі қолданылады. Үлкен әріптерін және кіші әріптерін пайдалануға болады. Сандар, арнайы белгілерді пайдаланамыз. Жалпы тіл әліпбиі дегеніміз программаның элементтерін құруда қолданылатын символдар жиынтығы. Яғни біздің пайдаланатын барлық сандар, әріптер барлығы бұл символдардың жиынтығы. Негізгі ережелеріне тоқталатын болсақ, жолдың соңына нүктелі үтір қойылмайды. Мысалға, бұған дейін бұрын Паскальды оқығанда нүкте үтір қоятынбыз, ондай нәрсе болмайды. Операторлық жақшалар қойылмайды. Оның орнына бос орын, табуляция символы, жаңа жолға көшу таңбасы және қос нүкте қолданылады. Бұның барлығын есептерді шығару барысында түсінетін боласыздар. Жалпы программалау тілінің синтаксисі дегеніміз программа жазу барысында сақталуға тиісті тіл ережелерінің жиынтығы. Яғни кез келген программалау тілінде кәдімгі біз сөйлеген кезде де, мысалы қазақ тілінде немесе орыс тілінде, ағылшын тілінде белгілі бір ережелер болады. Сол сияқты программалау тілінде де өзінің жазылуында бір ерекшелігі, өзінің ережесі болады. Сол нәрсені сақтауымыз керек. Енді біз бүгінгі сабақта негізінен айнымалылар арқылы жұмыс жасауды көрсететін боламыз. Программада жалпы программа барысында кез келген программалау тілінде комментарий деген нәрсе бар, түсініктеме. Бұл Python тілінде осы решетка арқылы белгіленеді екен. Егер программада осы тор белгісі решетка қойылатын болса, онда оны программа комментарий деп оқиды. Яғни түсінеді комментарий деп, оны оқымайды программа ретінде. Ол бізге түсініктеме ретінде беріледі. Осы решеткадан кейін жазылған нәрсенің бәрі біз үшін, яғни адамдар кәдімгі қарап түсіну үшін беріледі. Оны программа оқымайды. Мына нәрселердің барлығын белгіленіп тұрған. Жазып алыңыздар, тестте келетін нәрселер. Біз енді айнымалы деген нәрсеге тоқталсақ, айнымалы дегеніміз не? Жалпы айнымалы программаның орындалу барысында әртүрлі мәнді қабылдай алатын шамалар дейді. Бұл бізде айнымалы кез келген әріп болуы мүмкін, кез келген сөз болуы мүмкін. Сосын ескере кететін бір жайт, Python тілінде үлкен мысалға А деген айнымалы болатын болса, және кішкентай А деген айнымалы болатын болса, бұл екеуі екі түрлі айнымалы болып табылады. Үлкен әріпті мысалға программаны орындалу барысында бірінші мына А әріпін пайдаланып, ортасында кішкентай А-ны жазып кететін болсаңыз, онда екі айнымалы болып бірін-бірін таппайды. Енді мысал келтірейік. Айнымалы. А айнымалысы бізде 5-ге тең. Б айнымалысы тең 7-ге деп алайық. Мына жердегі А деген бұл айнымалының аты, ал 5 деген айнымалының мәні. Яғни ол неге тең бұл айнымалы? Біздің айнымалыларымыз тек санға емес, бір сөздерге тең болуы мүмкін мәндер. Мысалға, Д деген айнымалы тең Нұрбала деген сөзге. Мысалға, Е деген айнымалымыз тең Бекжан. Керек жоқ. Немесе мына жаққа да екеу қойсаңыз болады. Разницасы жоқ. Енді мысал көрсетейік. Басынан бастап, ең бірінші өткен функциямыз біздің print деген функция болды. Print есімізге түсіреміз. Ол шығару функциясы. Шығару функциясы. Енді біз айнымалы дегенді өттік. Осы айнымалылар арқылы мәндерін экранға шығаруды қарастырайық. Біз егер компьютерімізге IDL-ды жүктеп алған болсақ, сол IDL-ға кіреміз. Мына бет ашылады сізде. Осы беттен жаңа бет ашу үшін файл, new файл дегенді басасыз. Осы жерге кез келген программаңызды жаза бересіз. Ең бірінші өткеніміз print функциясы болған, сол print функциясын қарастырайық. Print
Нақшаның ішіне не нәрсе жазылса да соны экранға шығарып береді дедік, иә? Алла. Тексеру үшін run'ды басамыз, сосын run модуль таңдаймыз. Окей, сақтау керек бізде ең бірінші. Бірінші мысал деп сақтайық. Бізге нәтижесі келесі бетте пайда болды, Нұрбала. Енді біз былай жасайтын болсақ, айнымалы арқылы жасайтын болсақ, а тең сөзді жазған кезде біз айнымалыға оны тырнақшаның ішіне жазамыз. Нұрбала тең Бекжан. Print бірінші қатарда аты шықсын, иә? Екінші қатарда фамилия. Бекжан фамилия. Яғни бізде print a деген кезде ол a-ны шығарып бермейді. A неге тең? Нұрбалаға тең, соны шығарады. Print b деген жерге ол b неге тең? Бекжанға тең, соны шығару керек. Сонда бізде экранда алдына решетка белгісін қояйық, яғни комментарий. Енді ол программа бізде оқымайды. Модуль, окей, міне, бірінші қатар Нұрбала, екінші қатар Бекжан. Енді біз екеуін де бір қатарға шығарғымыз келсе не істейміз? Print a түр b дейміз. Модуль. Міне, a деген Нұрбала, b деген Бекжан, Нұрбала, Бекжан деп шықты. Енді print'та біз сандармен жұмыс жасауды көрейік. Келесі жаңа бет ашамыз. Мысалға, print ақшаның ішінде 5 қосылған 2. Бұның нәтижесі не болады? Бұның нәтижесі 5 қосылған 2 болады, себебі ол тырнақшаның ішінде тұр, Runға басамыз. Екінші мысал деп жазып алайық. 5 қосылған 2 деп шықты. Ал енді осыны программада есептеу үшін кәдімгі 5 қосылған 2 деген кезде 7 деп шығу үшін біз оны тырнақшасыз жазамыз. Print 5 қосылған 2. Run модуль. Окей. 7 деп шықты. Түсінікті ғой, Ал енді осыны айнымалылар арқылы жазып көрейік. A тең 5-ге, B тең 2-ге. Осы екі санның қосындысын және көбейтіндісін шығарайық экранға. D тең A қосылған B. Келесі тағы бір айнымалы алайық. D деген. D тең A көбейтілген B. Көбейту дегеніміз Python тілінде жұлдызшамен белгіленеді. Print S қосындысын шығарсын. Екінші D-ны шығарсын. Тексереміз. Аларды коммент екеуін алып тастай салайық. Керек жоқ бізге. Run модуль. Міне. А мен B-ның қосындысы 7. 5 пен 2-ның 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10. Енді осының жанында мысалға 2A қосылған B-ның қосындысы тең 7-ге, немесе А қосылған B-ның көбейтіндісі тең 10-ға деп әдемі болып шығу үшін былай жазсақ болады. Тырнақшаның ішіне А қосылған B тең дейміз. Одан кейін үтір қоямыз. Мына жерге тырнақшаның ішіне А қосылған, көбейтілген B тең дейміз. Үтір. Қазір сонда бізде экранға былай шығады. А қосылған B тең 7-ге, А көбейтілген B тең 10-ға деп. Мына бізде тырнақшаның ішінде жазылған сөз болсын, сан болсын, ешқандай өзгеріссіз бізге экранға шығады. Модуль.